Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тасты жалпы білім беретін мектебінің ұлан басы Бано Сайтбекқызы. Бүгін біз білім мен тәрбие тоғысқан орта мектебімізде репортаж жүргізіп отырмыз. Мектепте білім беретін орын емес, болашаққа жол ашатын орта. Біз біргеміз тақырыбында мектебіміздің атмосферасын сезініп, оқушылардың ой пікірін білмекпіз. Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас қандай болуы керек? Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас сыйластыққа негізделуі қажет. Ашық әрі әділ қарым-қатынас оқу сапасын арттырады. Екі жақта бірін-бірін түсініп, сеніммен қарағаны маңызды. Мектеп білім ғана ма, әлде тәрбие ме? Мектеп тек білім емес, адамға тәрбие де береді. Білім мен тәрбие бірге болса, адам толық қалыптасады. Сабақтар қызықты өту үшін не өзгерту керек? Интерактивті сабақтар өткізу керек, топтық ойындар, сабақты ойын форматында өткізсе, өте қызығырақ өтеді. Практикалық тапсырмалар мен топтық жұмыстарды енгізу маңызды. Оқушылардың пікірін ескеріп, сабақты өмірмен байланыстыру қажет. Мектеп туралы бір сөзбен айтсам? Болашаққа бастар жол. Өмірге дайындық кезеңі. Тәрбие мен білім ордасы. Мектеп сені болашаққа дайындап жатыр ма? Ол маған білім беріп, ойлау қабілетін дамытады. Болашақта жетістіктерге жету үшін мектеп білімі өте маңызды. Мені болашаққа белгілі бір деңгейде дайындап жатыр. Қымбатты оқушылар, біз біргеміз. Бұл тек қана ұран емес, бұл біздің бірлігіміздің, достығымыздың, бір мақсатта ұмтылған жүректеріміздің жарқын көрінісі. Мектеп бұл әр оқушының екінші үйі. Мұнда біз тек білім алып қана қоймай, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, қамқор боламыз, ортақ жетістіктерге бірге жетуді үйренеміз. Бірлік бар жерде береке бар. Ең бастысы, бірлігіміз бекем, жүрегіміз мейірімге толсын. Біз сіздермен біргеміз. Оқушылардың пікірінен байқағанымыз, мектеп ол бірлікке, достыққа және жауапкершілікке тәрбиелейтін орта. Осындай ортада біз бірге өсіп, бірге дамимыз. Себебі біз біргеміз. Бүгін біз өз мектебіміздің мақтанышына айналған білім, өнер және спорт салаларындағы жарқын жетістіктерімізбен танысамыз. Біздің оқушылар тек үздік біліммен ғана емес, сонымен қатар шығармашылық қабілетімен, өнер мен спорттағы табыстарымен де ерекшеленеді. Әрбір жеңіс талмай еңбектенудің, ұстаз бен оқушының бірлескен жемісінің нәтижесі. Бүгін мен өз мектебінің мақтанышына айналған оқушыларымызды айтқым келеді. Биылғы оқу жылында 8-ші сынып оқушысы Қабдырашева Жаннұр республикалық абай оқуы байқауының жеңімпазы атанды. Көп ұзамай облыстық пән олимпиадасының 11-ші сынып оқушысы Қали Айдана жүлделі оралса, физика пәнінің 10-ші сынып оқушысы облыстық топ жарып, республикалық деңгейде көрініп қайтты. Өткен оқу жылдарында республикалық адал ұрпақ біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұйымдастырылған байқаудың 3 номинациясы бойынша оқушыларымыз жүлделі оралған болатын. 1000 бала олимпиадасынан озық шығып, дарынды балаларға арналған грант ұтқан оқушыда біздің мектебімізден болғаны біз үшін үлкен жетістік. Өнер саласында да жетістіктеріміз зор. Ән, би, сурет байқауларында шәкірттеріміз талғаммен өнер көрсетіп, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Бірнеше жыл бұрын өнерлі оқушымыз Тоқтасын Кәусар халықаралық алтын микрофон байқауының лауреаты атанған болатын. Ал спортшыларымыз түрлі жарыстарда мектеп намысын абыроймен қорғап, алтын, күміс, қола медальдармен оралып жүр. Мектебіміздің жетістігі еліміздің жарқын болашағының кепілі. Біз мақтанамыз, біз біргеміз, біз жеңіске жетелейтін мектеппіз.